Жаңағы оқушылардың мектеп өзім дегенде ағылшыншыларға бермейді. Ақша керек қой. А енді қаншаның бәрін тапсырып, мына жерде оңай ақша болады. Қазір денсаулығын құртай берген ғой. Ночами шью, до 4 часов утра тігемін. До 4 утра шьете, да? Да, сосын мен өзімнің организмді құртқанмын. Февральдан бастап оны басып жүрсем. Кәдімгідей бар ғой. Тігіп отырған нәрсем тоже до такой степени истощение организма. Усталость, да? Устал. Да, такой себе устал, да. И алғысы ештеңе тіге алмадым. Тіге алмадым, менде суреттерім бар. Иә? Мені деген қалай емдемеді, мен суретке салдым, басыма ұшын нешемдеген бірден оқиды. Горячий қорғашынсың, да? Горячий қорғашынсың такой боль. Көзімді аша алмай болса, мен заболела уже. Головные боли. Головные боли, да? Осы мен не керек, осы каймарек деген деді, анау деген деді, мынау деген ешкімне осыған осыдан. Массажбен емдеді, никак өзінемеді. Всякие голы салып жатыр, никак өзінемеді. Еншетіне томографияға жегіп Ақтөбеге. 21 күн томографияға бару керек. Как раз мен келе жатырмын Ақтөбеге томографияға. И там параллельно чаттар мен басқа бизнесте жүрмедім ғой. Там Мұстафаева Айрита келіп жатыр, осындай кандидат министрсіз мынау. Енді случайно оқығанмын, Аллахтың қалауымен. Мен намазда сұрай қойсай, Аллахым басқарымы шипа бер, да? Вот бірінші мен Айританы өзім тыңдадым, поэтому мен жерде тыңда. Аллаға мыңдап шүкірден бірінші. Солай қарай жолында бұрды. Мен опять то же самое, системаны аламын, то же самое повторить, дейін жүре берем, да? То есть вы купили продукт? Продукты сатып сізден сатып алып сол жерге. Да? Вот Ақтөбеде. Я не помню. Там я. Сіз, конечно, мен толпа 200 человек разбирать өздеріне знать, да? Сосын мен уже сатып алдым. Бірақ подписка ештеңе білмеймін. Во-первых, мен все равно өзім ойлап тұрған жоқпын. Гепатит С, мама мен диетада оқып үйде. 82 кісі. Бірінші мен соны ойладым. Әкелдік, екеуміз суретке түстік. Бәрі я могу қазір, неде көрсетуге дайын. Бәрі флешке тұрды. Ертең оқып, да? Сонымен іштік. Как раз сонда мына парикмахерша Фарида бар ғой, айтты ғой? Да. Поездың үстіне сатып алдым, мамама бердім, мама 3 күннен тар салды деп. Мен сенбей отырғанда, мен мамам уже туалетке жетектеп барып жүрміз, да? 4 күннен кейін уже мен мамам швейный машинасын алып мен өзім родственниктеріме салғам, оказывается, вес Қазақстан дейді. Мен оны бейнеден ба, не знаю, бейнеден кажется. То есть у вас мама, у нее силы появились? Да, силы появились. Не то, что просто у меня тамақ ішіп туалетке бару. Она уже сейчас полностью головной убор начала решить. Да. Қайтадан восстановиться сразу, шебер кісі ол содан мен үйренгенмін ғой. И у вас тоже прошли головные боли? Головной боль кетті. Содан кейін мен жазылмай жатып, уже мен адамдарға айтпай жатып, 3 человектен написать. Неше күнде сізге пайдасы тиді? Уже менде 4 күннен кейін. Мен сияқыма наконец-то түстім. Басында боль сразу кетеді. Мейрамгүл жазылды, Күлайхан жазылды, өзім сестрам, сосын сестрем. Мамадан результат бар ғой. Все родственники, которые никогда не верят, бірінші учет одан да родственники сенбейді, да? Менің родственниктерім уже жазып алып, заказ беріп алып, прямой Америкаға беріп жатыр. А мен как раз Астанаға кетіп қалдым. Астанаға Мұстафаевты көргім келіп тұр енді. Жахайым, ұлымыз бір екен. Мен Аральскіден, бұлар Қазалыдан. Сол түскен суретім бар, мен Аралданмын деп, о, Жахайым деп сен папам, бәрі болып суретке түстік, да? Сол жаққа барғанда мен артымнан уже бөлді. Мен карточкамен лақтырып ақша. Маған заказ бер, маған заказ бер. Давай карточкамен лақтыра беріңдер ақша, мен жасап беремін. Уже карточкамен толып, мен Бейсараға ұстап кеттім. Бейсара, я на поезде, сеть жоқ, мына мен карточкам, вот тебе номер. Это человек, потому что получил что? Результат. Вот менің нөмірім мынаданға заказ береді. Уже беріп, уже ұстандарға жақындап қалдық. Уже поздравляет. Ирина, ты закрыла статус серебро. Оказывается, мен уже 1000 балл. Она не заметила. Мен бұл бизнесті түсінген жоқпын. Мен вот это қазір мен одноклассым айтып отыр, мен класстасым врач. Мен шақырып алып отырмын үшеуде. Ақтау сенікі болады, келді. Вот ол кезден давай. Ол айтады, қойшы мен мұндайларды түсінбеймін, отыр осы. Я не знаю. Мен де түсінген жоқпын. Енді когда мне айтады, ты закрыл автобус, сен 4 адам жатып бар. Вот кеше түсті ойлайсың. Мен когда поездың үстіне келатырмын, отырмын, автобус басып кетті. Автобус это 500 долларов. Иә, ана жақтан келатқан. Ай сайын 500 доллар алып тұрасың. Автобус шықсың. Қара. Автобус. У вас еще раз как зовут? Гүлзина. Может,